лимитті асырмау туралы айтқым келеді. Аптасына 8 чектен асырмаңыздар, а то банға кетіп қалады или отказ береді. Міне маған жазып қойыпты: ошибка, мы не начислили кэшбэк, так как лимит заявок превышен. Міне санап шығайық. 8 февраль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 чек жібердім әдейі, и тағы 2 чек жібердім. Міне маған отказ жасаған және чегіңіздің ФПСі жоқ, РНН-і жоқ деген. Сол үшін сіздерге видео түсіру үшін осылай артық жіберіп отырмын да, көрсін деп. Міне бұл рас. Осылай сразу отказ жасап жібереді. Қалғандарын маған түсіріп берген. Негізі бұлардікі дұрыс емес. До начисления бұл мынау. До начисления по чеку маған мынаған кіреді. Огурцуды түсіріп бермеген үшін. Так что бұлар бір чегімді қабылдау керек еді. Бұлардікі дұрыс емес. Жаза берсең бұлар істеп береді негізі. Бұдан бөлек вывести деген кезде міне телефонға единицаға лақтырып алуға болады и айту кошелекке лақтырып алуға болады. Новинкалар шығыпты. Алсерге 2000 теңгеге ауыстырғаса болады, 5000 теңгеге ауыстырғаса болады. Бірақ 50 000 затын аласың да. Скади аренда спортивного наряжения дейді. Осыған ауыстырса болады. Интернет-магазин Алиэкспресске ауыстырса болады. Кейін сол кэшбэкті пайдаланса болады. Тосмарттың қырсыр өтірік шығатын жерлері осы.